Бұл сабақта мен сіздерге maker деген не, taker деген не, сол жайлы айтып өтетін боламын. Қараңыздар, maker деген ол яғни арбитражник, яғни сатушы. Taker деген ол как клиент, яғни осы P2P-ға келіп сатып алады өзінің USDT, не болмаса сататын адам. Maker деген яғни сіз, ол арбитражниктар, яғни объявление береді, сатып аламын деп, яғни USDT-ді сатып аламын деп объявление береді. Бірақ Binance биржасының ішінде, не болмаса басқа да биржалардың ішінде отқан адамдар, яғни олар taker болады. Яғни taker болып өзінің USDT-ін сатады. Яғни олар өзінің USDT-ін сату үшін продайтқа кіреді. Яғни сіз сатып аламын деп объявление бердіңіз, бірақ клиенттерге ол объявлениеңіз продайт жақта көрінеді. Неге? Өйткені клиенттің көзқарасымен, яғни клиенттің көзімен қойылады. Яғни продайт деген жақтан көрініп тұрады. Яғни бұл клиенттер өзінің USDT-ін продайт етіп, яғни бұл клиент үшін продайт етіп сатып жатыр, и maker оны сатып алып жатыр. Енді ол maker сататын болса, егер ішіндегі USDT-ін сататын болса, то же самое taker, яғни сатып алушы, бұл жерде taker сатып алып жатады. Яғни сіз өзіңіздің Binance биржасын, не болмаса басқа да биржалардың ішіндегі USDT-ді сатып жатырсыз. Сол USDT-ді сатып атқаныңыз клиенттің көзқарасында ол сатып алу болып, яғни купить жақтан клиенттерге көрініп тұрады. Яғни сол жақтан барады да сіздің объявлениеңізден клиент өзінің USDT-ін сатып алады. Ал сіз оған саттыңыз, яғни қымбатыраққа сатасыз. Сол кезде біз USDT-ді сатып алатын болсақ, арзанырақ сатып аламыз, яғни сату жақтан көрсетіп арзанырақ сатып аламыз, және де сататын болсақ қымбатырақ, яғни купить жақтан қымбатырақ қойып сататын боламыз. Яғни maker деген ол сатушы, бір сөзбен айтқанда сіз арбитражниксіз, ал taker деген ол клиент. Клиенттің біз қызметін атқаруымыз керек. Жалпы maker деген осы. Біз арбитражник болатын болсақ, осылай maker болып жұмыс жасаймыз.